Мадеке, саған мына жаққа шақырып алсаңшы, қасымызға отыруға, үш әңгімесіне. Сол не? Тағы бір орын қоямыз. Кімге? Сахаға. Жоқ. Барлығы кіріп болды ма? Барлығы кірді ме шаруалар? Жақсы. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Өздеріңіз білесіздер, Қызылшам мәселесі биыл 4 жылды, соңғы 4 жылды қосқанда биылғы жылғыдай өнім түскен жоқ. Биыл 600 мың тоннадан аса өнім жиналды. Соңғы 4 жылды қосқанда 600 мың тонна өнімге жетпейді. Бұл себепті биыл өнімнің барлығын өткізу бойынша шешімдер уақытылы қабылданып, қазіргі таңда Меркі қант зауытына 455 мың тонна өткізілді, Ақсу қант зауытына 100 мың тонна өткізілді, Қырғызстан Республикасына 20 мың тонна өткізілді, қалған 20 мың тонна қызылша бар, 17 шаруада. Оның барлығы Меркі қант зауытына келесі дүйсенбіден бастап өткізіледі. Солай шешім қабылдап, жаңа әр ауданның ассоциацияларымен жиналдық, сондай шешімге келдік. Осы мәселелерді талқылау үшін республикадан, үкіметтен ауыл шаруашылығы вице-министрі Ербол Қуанышұлы Тасжүреков келді. Мынау аграрлық кредиттік корпорация акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Алмат Бүркітбайұлы Әшірбеков келді. Одан кейін Меркі қант зауыты құрылтайшысы Дәурен Иманжанұлы Ерлебай қатысып отыр. Қандай форматты өткіземіз? Сұрақ, жауап жоқ, жаңа ассоциациямен келіскен мәселелерді бірден айтамыз ба? Келіскен мәселелерді айтамыз. Ассоциация айтсын ба, жоқ, өзіміз айтайық па? Жақсы. Жаңа ассоциацияның төрағасы Саха Манасов азамат болды. Әр ауданның өзінің ассоциацияларының мүшелері болды. Сол жерде 10-12 шаруамен осы мәселелерді талқыладық. Бірінші, биылғы жылғы өнімнің толық қабылдап алуына байланысты толық өнім 600 мың тонна өнімнің барлығы қабылданады. Қазір таңда 580 мың тоннаға жуық өнім қабылданды, қалған 20 мың тоннаны келесі дүйсенбіден бастап Меркі қант зауыты қабылдайды. Енді 15 теңге және транспортировкаға төлеуге байланысты бүгінгі күні Меркі қант зауытының тарапынан 23 шаруаға 15 теңгеден ақша төленді. Білесіздер, былтырғы жылдың аяғында шаруаларға өздеріңізге 20 декабрьге дейін, желтоқсанға дейін өткізген шаруалардың субсидияларын барлығы жабылды. Солай ғой, 9-да 4 миллиард теңге субсидия жылдың соңында төлеп берді. Енді кезек биылғы жылдың субсидиясы осы 15 февральдан бастап қабылданады, айдың аяғына дейін барлық субсидия төленеді. Қазіргі таңда үкімет тарапынан 8 миллиард теңге үкіметтің резервінен бөлу туралы шешім қабылданды. Шамамен 20 ақпанға дейін ақша отырса, осы ақпанның аяғына дейін, яғни 28 ақпанға дейін шаруалардың алдындағы мемлекеттің міндеттемесі субсидиясы толық төленеді. Енді араларыңызда алдыңғы жылдан субсидия алмаған азаматтар бар, одан кейін Меркі тарапынан 15 теңгеде алмаған азаматтар бар. Бүгін күні сондай Меркі тарапынан да ақша алмаған азаматтардың тізімі жасалынады. Бүгін күнде ассоциациямен келісілді. Бірінші кезекте үкіметтен субсидия алмаған азаматтардың ақшасы Меркі тарапынан төленетін болады. Яғни 15 теңге төленеді. Егер де қалған ақшасы Меркі қант зауытына жетіп жатса, барлық шаруаға толық төлеп беретін болады. Транспортировка мәселесі бірінші 15 теңгені төлегеннен кейін барып, бүкіл қарыздан құтылады, содан кейін барып алдағы айларда 3 теңге транспортировка Меркі қант зауыты тарапынан төленетін болады. Негізгі биылғы жылғы сіздерді толғандырып тұрған мәселе осы.
Солай ғой. Осыған байланысты ассоциацияның айтатын мәселесі бар ма? Одан кейінгі қазір осы нәрсеге келіскеннен кейін биылғы жылдың егін егу науқанын, одан кейін қабылдау мәселесін одан кейін талқылайтын боламыз. Бар ма? Манат Саха Әлбекұлы айтатыныңыз. Микрофонды алсаңыз, ана жерде микрофон тұр. Жоқ, сұрақтар болмаса сіздерді ол мәселе жабылғаннан кейін уже басқа Bizde мысалы байзақ бар, аса бар. Bizde мысалы биыл айтып отырсам, үшінші мәселесі басқа 15-ге ол обязательно өткізген нәрсе. Транспортировка оңай болды, бәрі айтып отырған. Биыл 10 теңгеге түсіреді, шеше алып енді тауар ұлытты отырмаңыздар. Бізде де тұр ғой. Ал үшіміз бар, немді ішкен тастамыз бар, айналадан қаншама бәрі кредит бар. Әрине, жоқ, сұрақ қандай? Сұрақ теңге төленсін. Жоқ, төленбейді деп айттым ба мен? Жаңа айттым ғой. Бірінші кезекте осы айда мүлде субсидияда алмаған, меркеден ақша алмаған азаматтардың 15 теңгесі төленеді. Дәурен Иманжанұлы, солай ғой? Аты кім? Бақтияр. Қытай елбасы төрағасы. Бақтияр. Енді түсіндіріп бәрін ашық айтайын. Ол ешқандай секрет ештеңе жоқ. Меркі зауыты қазір осы күнде 8,6 миллиард теңге убыток болады. Ол убыток, ол сендер мүмкін бірінші рет естіп отқан шығарсыздар. Ол убыток 4 жылдың ішінде жиналған убыток. Ол сендердің проблемаларың емес. Ол біздің проблема. Бірақ оған қарамай 21-22 жылы бізге үкімет айтқан. Орыс мемлекеті шекарасын жапты, қант жоқ, сырет алып келіп, қант шығарыңдар. Біз сендерге сосын көмектесеміз. Біз қаншама сұрақ қойдық, бір сұраққа, барлық сұраққа жауап берді, бір сұраққа жауап берген. Ол қанттың бағасы. Сонда біз ана сыретті алып келіп, осы жақтан қант шығарып, оның бағасы себестоимость дейді ғой, шығын, заводтан шығады. Бағадан, мана осы неде сауда баға қарағанда 30% жоғары болып шықты. Оны біз нақты ашық үкіметке түсіндіріп алдын ала айттық. Жарайды, жігіттер істей беріңдер, сосын проблемаларды шешеміз деп уәде бергенбіз. 2 жарым жыл өтті. Енді ғана сол шешімге уже завод банкрот болып жатқанда енді келіп жатырмыз. Оған рахметімді айтамын, мына кісілер келген әріптестеріне үлкен рахметімді айтамын. Бірақ 2 жыл бойы сол проблема жиналған. Енді биылғы 24 жылы проблеманы айтатыным, завод 37 жылы Украинадан алып келіп осы жаққа орналастырған. Шіріп жатыр ішінде. Оған ақша салу керек. Модернизация жасау керек. Модернизация жасау үшін ол ақшаны былай подарок ешкім бермейді ғой. Сендер бермейсіңдер, бізде ол ақша жоқ. Ол банктан алынатын ақша. Банктан алынса ол қарыз, еще проценті бар. Қазіргі салада осы күнде біздің шығындарымыз, заводтық шығындар қазіргі бағаға қарағанда жоғары болып тұр. Неге десеңіз, біріншіден ол Россиядан келе жатқан келген қанттың бағасы осында Россияға қарағанда арзан болып сатылып жүр. Қазір сол қант, ол демпинг. Ол бізге басып көтермей
проблемадан шықпай өліп қалсын деген әңгіме. Біз жалғыз завод болып, ол проблеманы шеше алмаймыз. Сондықтан біз біздің әріптестерімізге сондай сұрақ қойдық. Енді жаңағы 2,5 жыл бұрын берілген уәдеге шешілім табылып жатыр, қазір шешіліп жатыр. Ол жаңағы заводтың убыткаларын азайту. Оған қарамай биыл 450 мың тонна қызылша алдық, қабылдадық. Бізге айтылған нәрсе ең алдында, мен сізге айтайын, завод күніне 2000 тонна примерно өндіреді. 2000 тонна қызылша. Модернизация жасалмаған ескі завод, маған айтып білесіз. Жылына 2250 мың тонна ғана қабылдап, қант шығаруға мүмкіндік бар. Басқа несі жоқ. Енді 450 мың тонна қабылдағанымыз, ол сіздің проблемаңыз. Бірақ сіз үкіметке барып, оны бәрін түсіндіріп, бізге премьер-министрден протоколмен поручение келді, қабылданды. Оны біз алдын ала қайтадан сразу айттық. 100 мың тонна далада қалады. Технологияға кірмейтін ол қызылша. Шіріп, ағып жатыр. Оны білесіңіздер қазір. Сендерде бір поляда қызылша жатса, оны көріп отырсыңдар ғой бізде. Біресе қатып жатыр, күн шықса еріп жатыр, оның сол жаңағы ерігеннен көрек қанттың бәрі шығып жатыр сол. Одан товар шықпайды. 100 мың тоннаның ақшасын 15 теңгесін қант шығармай, ол объемнан заводқа бір тиын ақша түспей, убыток болып қалады заводта, жаңағы мен айтқан 2 жылдан бұрын келе жатқан проблемадан қалады, убыток болып қалады. Ол сендер убытокқа бармау үшін істелінген нәрсе. Оны сендер түсініп отырсыңдар ма? Ол факт. Любой адам ертең меркеге келсе, мен өзім барып түсіндіремін. Заводта да көрсетемін, құжаттарды да көрсетемін, бәрін түсіндіріп айтамын. Скидка емес, ол ОЗ, ол нормальный технологический процесс. Ереке, аяғына дейін тыңдаңыздар, одан сұрақтарыңызды кезек-кезекпен қоясыздар. Енді қараңдар, 100 мың тоннаның ол қант шықпайтын объемнан ақшасы бәрібір алыватсыздар. Біз ол жақтан қант шықпайды, сатылмайды, заводқа бір тиын ақша келмейді. Біліп отырсыңдар ма? Оған қарамай мен айттым. Анада мен айттым. Транспортировкасы, логистикасы мен түсінемін. Өйткені бізде өзіміз қызылша егіп жатырмыз, 4 жыл болды. Суда жұмыс істеп жатырмыз. Оны мен жағдайдың бәрін білемін. Камазисттердің жалақысын, забастовкаға шығады, мынау сақтаудың бәрін проблеманы мен бәрін білемін. Тұрып қалады заводта, бум сынып қалады, оған да ақша жинайды деген сөйлесіз. Білеміз оны. Ол төленетін ақша. Бірақ қазіргі күнде заводқа айналайын, мынау саған ақша, пожалуйста, мына кісілерге төлеші деген ақша жоқ. Тек қана мына біздің әріптесіміз келіп отыр, АКК-ның төрағасы. Сол проблемалардың бәріне қарамай, бізге қазір көмек көрсетейін деп отыр. Енді қазір біз сол неге келіп жатырмыз, өйткені жаңа үкіметтен бірінші мәселе бойынша мен бағана түсіндіріп айттым ғой. МОЦ деген бір нені қабылдау керек, минимальный актуалация, қанттың бағасы. Сонда жағдайдың бәрі түзеледі. Мен кешірім сұраймын, жаңа сұрақ, енді оңай сұрақ деп ойлауға болады, бірақ оның артында қаншама жұмыс, қаншама проблема. Ол сізге жаңа 15 теңгеге төленеді и логистикасы да төленеді, транспорт. Ол жақтан уайымдамаңдар. Просто уақыт. Енді қараңдар. Түсінбедім. Қантпен, шекермен алсақ болмайды. Қантпен? Жоқ. Ол қантты біз 15 сұрақты түсіндім, мен айтайын, ол оңай емес. Біз жаңағы 15 теңге төлеу үшін қазір заводқа 12 мың тонна қант жатыр.
осы сезонның қанты. Ол қантты СПК залогқа алады. Сол залогқа бізге ақша береді, ол 15 теңгенің ақшасы. Соны алдымен соның бәрін төлейік. Өйткені бағана мен оны білмеппін. Бір қылар бар екен, олар субсидия да алған жоқ, и заводтан ақша да алған жоқ. Кейбіреулер субсидия алып, хотя бы соған кішкене жеңіл болып отыр да. Сол 50 шақты, солай ма сәкен? 50 шақты бір КХ бар екен, субсидия да алған, не да алған. Сол кісілерге біз осы айдың аяғына шейін жаңағы шешім аламыз. Мүмкіндік болса, 3 миллиард, капиталдан 3 миллиард ол заводта қалмайтын ақша. Осы бөлім ақша, ол бәрі төленеді. Все, екінші қашан төленеді. Өйткені бізде мен айтып отырмын ғой, егіп жатыр, маған да балалар звондап жатыр поляда. Уже дайындауымыз керек, ананы алу керек, мынаны алу керек. Мен өзім ана өсірген заводқа алып барған қызылшаның бір тиын ақшасын алған жоқпын. Алдымен сендерге төлеп шығып, сосын өзім ақша алдым. Түсінікті ма? Сол 15 теңгені шешіп аламыз, осы аяғына дейін минимум жаңағы 50 КХ-ға төлейміз. Ақша келсе бәрін төлейміз, одан кейін жаңағы 3 теңгені төлейміз. Жоқ. Төленетін ақша. Төленбейді, бермейді деген сұрақ жоқ болмауы. Біз жаңа сіздің әріптестеріңізге, ассоциацияларға түсіндіріп, жарым сағат ішінде бәрін түсіндіріп айтып, сұрақ болса, сол кісілерден тап сұрап аласыз. Сосын жаңағы 20 мың тонна айтылды ғой. Мен айтайын сендерге, қараңдар, ол уже үсіп кеткен қызылша. Одан қант шықпайды. Негізі завод любой 1 грамм қант шықса, ол ақша ғой, пайда бізге. Біз любой қызылшаны технологияға кіргізе береміз. Бірақ некондиционный қызылша болса, оны лаборатория, любой 100 адам, 1000 адам, кім болса да жіберіп беріңдер бізге заводқа. Көрсетеміз. Ол шіріген қызылша болса, одан қант шықпайтын болса, оның технологияға кірмейді ол. Өйткені оны кіргізесің, и так та қазір біз ана не 10%-дан төмен не сахаристы болып шығып жатыр. Қант қызылшадан. Мына жақта, мына қызылшадан 1% қант шықса, оған жалақысын төлеуіміз керек, светке төлеуіміз керек, газға төлеуіміз керек. Анау, оның қалай пайдасы қанша? Ол нені өндіруге. Сол 20 тоннадан қант шықпайтын болса, 1 тоннаға максимум 1 теңге, 1 килограммда 1 теңге. Заводтан субсидиясын аласың. Ол 20 мың тонна, мен білмеймін кімдікі екен, бірақ есі осында ғой. Бірақ ол қант, мен бағана Сәкенге айттым, технологияға кіріп жатса, ол бөлек кагар, бөлек не болып сақталған, бәрін көресіңдер, ол секрет шыққанда не жоқ. Технологияға кіріп, қант шығып жатыр, 10%, 8%, 11% болып жатса, онда бағасын нормальдап жаңағы 15 теңгеден төлейміз. Ол технологияға кірмесе 1 теңге. Оны мен шығарып жатқан жоқпын, ол бізге осы сендердің тараптарынан сіздер келіп, сондай ұсыныс берді. Шаруалар өздері берді. Субсидиясын аласыңдар. Ана жақта сіз қазір кезекпен аға. Size dokunmayın, iyi adamlar akşamlarda diyorlar, böyle dokunmayın var. Ramazan yerinde şamanlar, Yesin'in masasının yerlerinde şamanlar. İlla sizin köyünüzden iyi, biz onu çekiyoruz, adam aldınız, siz iyi anlaşılmaz. Siz iyi olursunuz, siz iyi anlaşılmaz. Sizin ayıbınız boyunca 20 şarajı, 20 siziye alınacak. Öyle mi? Sol 20 siziye alınan 20 şarajı takışarsa, bizim 15 siziye alınan müşteriler, önemli 15 siziye alınan yeni kişilik, hükümet başçısı, hükümetin hatimini, hükümetin hatimini, bu hatimini, 20 siziye alınan, biz 15 siziye alınan, aşağıda bir zaten çeşitli bir transferimiz dönüşe, subsidiye alınan yeni şarajı verdi, 15 siziye gerektirdi. Sonra niye olan karşılığı? Niye alacakları yerinde çok apelin nafayla şirket kurmuştur. Gerekirse biz şirket kurmuştur. Ayrılarımızı 20 olsun, 20 olsanlar şirket edemez. Sonra 20 olsun, 20 olsanlar görüşmeyi bekleyelim. Ve şuradan asla karşı insan
әлі қолымызда қаржы тиген жоқ. 15 теңге. 25 теңгені алып, біз алғашқылардың бірі өтті, алғашқылардың бірі жинадық, барып зарайының соңына ертеңгі миллиардын өткізді. 25 теңгені алдық, 15 теңгені әлі алмай жүрміз. Келісімшартта кешегі көмесі 60 күн ішінде өткізген. 60 күн емес, қазір 120 мың болды. Сонда үкіметтің кінәсі арнайы шаруа қашан жасап шегеді. Мынау сіздерге көп жүйрек болғаны, кішкене биліктің басы мұраға неғып үкімет бірінші ауыл шаруашылығы министрлігі облыстық әкімшілік, осы жердегі президенттің уәкілі. Облыстық әкімшілік ауыл шаруашылығы басқармасы кінәсі шаруалардың егістіктерін шешуі керек. Егілмеді ма, доллар егілмеуге келеді. Сіз күшіне егіле аласыз. Ана сол біреу қой, ол нәтижесі ол сол шешкен кезінде болмады. Қадағаланады. Облыс басшылығы, аудан басшылығы. Бұл үлкен мәселе. Айналып зардап шегіп отыр. Сол 24 күн үлкен айда. Енді 300 мың тонна өңделген мойынсыз соған жетеді. Сол заводқа 500 тонна билен басып жіберді. Шаруаның қазір мыңдаған тоннасы заводалады, ала жүзбей келген. Біз барлық саттық, асыл тоннасы жіберді, бұзауын кетті, жылқы, құмдарын кетті, бағасын алып, қуанып саттық. Жеге болса, ашылып бола алмаймыз. Сөйлеген ашылуға сіздерден сұрағым. Қайтқайсам, кешіріңіздер, мына заводың орнын есікті деп айтып отыр. Біз келісімшарт жасасақ болды дедік те, яғни көрсеттік. 23-те Қамзауыттың заңгері, мен Әл-Арамның елге барам дегенде, Алланың жәрдем етті, Қамзауыттың уәкілі келіп, ұсыға басқармасына келіп, келісімшарт жасады, қызметшілерімізде қоңырау шалды. Уақыт ол жақсы болды. Аншаға уақыт ішінде дамаймыз. Енді 24-те ол барып келісімшарт жасаймақ. Енді сол келісімшарттың ішінде заңымыз қою деген жоқ. Ең сіздер кішкене көп қотықта, деген баға көп болды. Шаруа екі шаруа көзге түседі. Сөз жүзге аспайды. Сіздер көпшілік көп келісімшарт жасағанда, мына кісі Қамзауыттың акционерлерінің бірісі, мен жаңа намаз оқып кешедім. Енді келісімшарт жасағанда қаншада жер ауданның өтшегені, жер ауданның қанша шаруа бар. Келісімшартты дұрыс оқыңыздар. Қасында үй қала беріңіздер. Және ұстой деген қосылсын. 23-те барып чекатып жоқ. Енді қазір екі айдан берген, 4 ай болды. Біз заказы просроченный день. Кредит қанша? Әкене төлеп жатырмыз. Айып болды. Анау завод бізге шешілген жатқан жоқ дейсіз заводқа. Анау жүрмеді. Неге түсіндік жағдайларын? Бұл кісілердің белгілі басы норма қабылдатты. Үкімет министрлікте барacaksa министрлікте ауыл шаруашылығы, облыс әкімдігі, бірақ қаржы мәселесі жоқ. Қаржы министрлігі бар. Енді сіздерден өтініш, жолды жасағанда заңымыз қойды деген қарағаныңыздар. Заңымыз қойды. Мен әкімдік жәшін салған еңіздарсыз. Сіз өзіңізге қадағалаңыз, әрқайсысы өзіңізге қадағалайды. Жарай ма? Сіздің қателік кім? Кешірім сұраймын, мен бірінші сөйлегенмен кешірім сұраймын, әрине. Сіз жерде жұмыс, ауыл шаруашылығы жұмысыңыз қиын, мен оны білемін. Ол жағынан құрметін бөлек, оны ойламадыңыз, кешірім сұраймын, біріншіден. Екіншіден, жаңа сіз сразу договорды айтып шығайықшы. Любой кісі, сіз дұрыс деп жатырсыз. Енді бәріне, давайте бірігіп, осы договорды нет, сосын бір стандартный типовой договор жасасаңдар, сол договорды жаңағы ассоциацияларына бересіңдер, бізге келесіңдер, оны ақылдасып сөйлесіп қол қоямыз. Оған ешқандай проблема жоқ. Неустойка бола ма, ол договордың ішінде тағы мен сізге айтайын, басқа көп проблема. Мен де айтып отырмын ғой, менің жаңағы КХ-м заводқа тапсырып, ол да договор бар. Ол жақта да неустойка жоқ. Штраф жоқ. Ол жақтан проблема жоқ. Біріншіден. Екіншіден, 15 теңге анаған беріледі, мынаған беріледі. Ол жаңа сізде мен түсініп отырмын. Уже қаншама уақыт өтті, ақша әлі келген жоқ.
деген мәселе сіз мен жақтан өзіңіз ассоциацияға барасыз. Сол ішінде сөйлесіп алыңыз, қандай шешім қабылдайсыз, сондай шешіммен бізге келесіз, біз ақылдасамыз. Өйткені мен айтамын, қанша ақша келеді, сол ақшаның бәрі төленеді. Проблема жоқ. Ол целевой ақша. АКК-дан бізге специально сізге төленетін ақша. Ол басқа жерге пайдалануға болмайды. Поэтому мен жақтан проблема жоқ. Пожалуйста. Просто жаңағы кісілерді мен де түсініп отырмын ғой, сіз хотя бы 25 теңгені алдыңыз, ол кісілер вообще ноль, ештеңке қарап жатыр. Олардың жағдайлары қиын да, мен ол кісілерді білмеймін, сізді бірінші рет көріп отырмын. Поэтому өзім маған айырмасы жоқ. Ол қалай шешсеңіз де, ол солай болады. Маған бәрі. Просто жаңағы кісілерді 50 шақты компания бар, солардың жағдайларын кішкене түзетіп көмектесейік деген әңгіме ғой. Ол правила осындай болады, басқаша болмайды деген әңгіме жоқ. Жақсы, сіз. Жаңа сіз айтып кеттіңіз, мен түсіндіре қалып, кірсені білгенше, жаңа қашан алып кеткен. Жаңа бір процент дедіңіз, кейін дедіңіз. Жоқ, 20 мың тонна ма? Бағана сіздің атыңыздан бір кісі сөйлеген ассоциацияда, әкімшілікте. Жиналғанда. Мен қараңыз, мен сізге ашық айтайын. Сәкен, кеңестік ассоциация. Сәкен, сіз айтасыз ба? Бағасы қараңыз, ол түсіндіріп айтайын или қысқаша айтайын? Қысқаша қараңыз, қысқаша былай. Технологияға кірмесе, өндіріске кірмесе, неконнекционный қызылша болса, 1 теңге бір килограмм. Заводтан бөлінетін ақша. Ал жаңағы нормальный ақпаған түрі нормальный несі заводқа кірсе, онда қанша қант шығып, солай 15 теңгеге шейін көтереміз бағасын. Все. Оны любой контроль, адам жібереміз, сәкепледі. Просто қараңыз, бәрін түсініп отырмыз. Бізде мен де қаншама қызылша қалып қалды поляда. Мен оны көріп отырмын ғой қазір. Бәрі ағып кеткен. Анығын айту керек, ағып кеткен. Ештеңе істей алмаймыз. К сожалению. Одан пайда шығаруға болса, любой уақытта мен шығарамын заводтан. Қант шығарамын. Ол шықпаса, мен онда заводқа жібере алмаймын технология. Складта қалай. Бірақ ана субсидияны аласыз. Рахмет. Бізге барған үшін бізге де төлейміз, пайда алғанымыз. 3 теңге, ең қараңыздар, ең алдында ол былтыр төленбеген, оның алдында төленбеген, ол біз жақтан ол ешқандай обязательство ештеңке жоқ. Ол просто біз өзіміз сіздің жағдайыңызды түсініп, сондай не ұсынып жатырмыз. Төлей, мен өзім әріптестеріме айтып жатырмын. Төлей салайық, нәтижеге төлей салайық, жаба салайық. Оны түсінуіміз керек. Ол біз жақтан ешқандай жаңағы 20 мың тоннаны қабылдауға ешқандай обязательство жоқ. Любой кісі маған келіп айтсын, мен любой кісіге айтамын, ол жекеменшік завод. Жабылды, агат жабылды, қырғыздарда жабылды, бәрі жабылды, салам алейкум, болды, бітті. Бірақ сіздерді қолдау үшін соны істеп жатырмыз. Он кез. Жоқ, оны дұрыс, сұрақ дұрыс, бірақ сөйлесіп Бір сағат осы әр ауданның ақсақалының мүшелері талқылады әр ауданның. Талқылап оның бәрі нәтижесі болды. Бірақ біз отырғанымыз нәтижелеріміз егер сапалы болса, 15 теңгеге шешіп төлеу ол біздің шешіміміз.
сол үшін уақыт ұмытпай 20 мың тонна аккредитация болса егер де жергілікті түскен болса бір теңгеден бағасы бірақ субсидия аламаса егер де сапалы болса соған қарай техникаларды бағасы солай ба солай ба Дұрыс, иә дұрыс, бірақ, пожалуйста, әрқайсыларын мына 20 мың тоннаны мен әлі тізімін білмеймін. Кімдікі ол, кіші ма, үлкен компания ма? Заводқа келгенде өздеріңіз келіп, лабораторияға кіріп қараңдар, дұрыстап. Жарай ма? егер бір теңге болатын болса, бір теңге болады. Егер де ол сапалы болса, лабораторияға келгеннен қызы шығады. Оны теманы жаңа ана жақта бір қол көтеріп отыр. Мәселелерді қойып алыңыздар. Мен сұрағыма ақырын басшысы өткен алматыда сіздер бұл мәселеге қатысысыз. Бізде жаңағы ақырдан кредитіне ақшаларымыз болмады. 17 ноябрьда жабылуымыз керек. Біз ноябрьдің 10-ында мен қосымша бөлісіп болдым. Бірақ жаңағы субсидия ақша түспегеннен кейін декабрьдің 27-сінде ақша түсті. Сол кезде ақырын ақшасын жаптым. Сол арада штрафной санкцияны 2,5 миллион артық менен ақшаны талап етіп тапқанбыз. Не үшін? Штрафной санкция. 17 ноябрьда просрочка. Айтылған мәселе ол штрафной санкция болмай келгенсіз. Ол процентін де алды. Үстіндегі штрафной санкциясын алды. Ол бәрімізде осы отырған шаруалардың бәрі соны қалай шешесіз? Әр хозяйство 2 миллион, 3 миллионнан құрылысы қалдасын. Құрметтерге ақша жетті. Сіздер соны істеп отырған өкіметтің ақшасы. Өкіметтің үйіне қаласы. Сіз соларға санкция алдыңыз. Реструктуризация бойынша бізде акция болды, иә. Сіз тізім бойынша наименование компанияны беріңізші. Біз қарап шығайық. Центрді қарап шығайық. Өтініш, мына кісілерге қатты бересіз, түсіндіріп бәрін. Өтінім бердіңіз ма? Алдын ала. Өтінім бердім. Қордайда күнді қордайағын алып қой. Біз оянға жақты сіздеріне бар, ақшасы түскен, бізге ақша түспейді, ақша түскеннен кейін Жоқ, КТ ма? АКК ма? Жоқ. АКК-дан кең даламен кт алады, әлеке. Жоқ, айыппұл бойынша, өтемпұл бойынша. Кім алды айыппұлды? КТ салып жібермей КТ ма? Әлгі АКК? жауап бергені областной жаңағы АКК ұстап қалды бізден. Сізден ұстап қалған деп бірінші 49 миллион төлеуі керек, 49 миллионнан бірінші штрафной санкцияны ұстады. Проценттерді ұстады. Одан кейін барып основной болды багажеге. Әке, кімге? АКК-ның осы Жамбыл облысы бойынша филиалының төрағасына беріңіздерші микрофон. Кім? Бәке? Түсінікті, бірақ сіздің шешекеттен алдың ғой сіз ол айфонды бәрін шешекеттен алдың. Олар сіз областойға төледік деп олар біздің алдында қаржы жапты уақытты. Бірақ сіздердің беруіңіз неге барған үшін айфон өздері алды. Өздері алды. Но сонда болмайды. Шешеміз шартта бәрі жазылды. Шартта бәрі жазылды. Кешіріңіз, сіз тізім беріңізші. Қандай ауыл шаруашылығынан алды айыппұлды? Біз қарастырайық. Жоқ, жақсы. Аға. Былай, қазір ауыл шаруашылығынан Әбдірәсіл деген азаматқа келесіз, шаруа қожалығыңызды, аты жөніңізді, қанша пене салған жазып бересіздер. Тізімін
аққан қолынан сатамыз, ертеңнен бастап айналысады. Солай ғой. Арнайы жыл сайын екі рет акцияны осындай өткіземіз. Сондықтан осындай мәселе мүмкін емес бізде ақиқатта. Кешіріңіздер, мен атын Нұрсұлай Байдекұлы, аграрлық несиелік корпорациясының басқарма төрағасы орынбасарымын. Несиелік серіктестіктер бойынша жұмысты мен қараймын. Сіздерге айтатыным бір айырмашылық бар. Бізден АКК-дан тікелей несие алуға шаруа қожалықтары. Олар бір бөлек, олар бізден тікелей алу. Олар бізге бірнеше төлесе, мысалы несиенің өзін толын, айыппұлын төлесе, онда бізде айып шығындалуымызға болады. Ал егер де сіздер екінші деңгейлік банк арқылы алсаңыз ақшаны, несиелік серіктестік арқылы алсаңыз ақшаны, жаңағы микрофинанс ұйымдардан алсаңыз ақшаны, оған біз жауап бермейміз, оған сол ұйымдар жауап береді. Және де сіздерден алынған айыппұл деген солардың жаңағы жолына солардың кассасын түседі. Ол бізге түспейді. Бірақ егер де сіздер жоқ, жетіспейді, сенбей, қалай қарайтынсеңіздер, Әбекең айтқандай, біздің бізге келеміз, енді барлық жамбыл облысы бойынша біз сіздерге айтып береміз. Не болды, қалай болды, және де ана сіздер орталық төлеген айыппұл қайда дейді. Сүзіп айтып береміз, анық. Жасамақ не қажеті бар? Жоқ, енді сіздер КТ-ның ақшасы кімдікі? КТ-ның ақшасы КТ-нікі. Несиелік серіктестік бұл жекеменшік ұйым. Несиелік серіктестіктен алатын несие бар ғой, основной жол және де процент ол біздікі. Қалғаны ол жаңағы несиелік серіктестіктен бар. Қалған барлық алған біздікі основной жол. Біз оларға мысалы 12 айға ақша береміз, 12 айдан кейін ол ақшаны бізге қайтарып бермек болды. Ана айыппұл ол бізге төленбейді. Егер де несиелік серіктестік біздің алдымызда жаңағы процент жасамаса. Бір нәрсе түсініңіз. Ал сұрап жатқанда ақшаның бәрі сіздер АКК. Жоқ. АКК-ға берген ақша. Сіздер мына енді былай аламыз. Мына клиникалар бойынша берілген ақша. Олай емес. Оны бастайсыз, кетіп басып. Әдетте шөлдегі жиналыстан алып, әдетте егер мысалы корпорация анда біз басқаша жүрген болсақ, сол басқашаның дүниясын хабарласып деп ойлаймыз. Дұрыс. Сіздердің депозиттеріңіз бар, сіздердің солтүстік капиталдарыңыз бар, міндетіңіз бар. Мына КТ-ның басқа барлық несиелік серіктестіктер біздің алдымызда просрочкасыз несиелердің бәрі алып тастады. Біз олардан ешқандай не алған жоқпыз. Біз оны дәлелдей аламыз. Өйткені бәрі рашидке жүргізіледі ме? Наличкемен өтпейді. Сондықтан да оны барлығымыз көрсетпей аламыз. Оған бәрі кінәлі КТ ғой. Оған кінәлі КТ емес. Өйткені КТ-да ол несиелік шартпен жүргізіліп отыр. КТ-мен жаңағы шаруаның арасында несиелік шарт қойылады. Мемлекеттік жаңағы заң жүзінде сол шарт бойынша КТ жаңағы финанстап отырады. Мысалы, сіз жаңағы шарт қойылып, шарт бұзып, айыппұл төлемесе, ол айыппұл шарт бұзуға үшін. Ал егер де біз айыппұлмен келіспейміз, бұл бір форс-мажорлық жағдай, тағы бір нәрсе деп ойлайтын болсаңыз, онда заңды түрде онымен жаңағы қарастырып сотқа дейін шағымдануға болады. Егер
несиелік серіктестіктің немесе жаңағы сіздер алып отқан банктың МФО-ның әрекеттері заңсыз деп ойласаңыздар. егер де мысалы өз деңгейінде шеше алады ғой айтып Шеше алады. көрдіңіз даже өз шешімі Жоқ, тоқтаңыз. Сіздің жағдайыңыз бөлек. Тоқтаңыз. Сіздің деген, Сәке, сіздің жағдайыңыз басқа бөлек. Мүлдем бөлек. Сіз өзіңіздің личный жағдайыңызда мына капиталмен онымен шатасызсаңыз, өйткені күнде 96 мың теңге жүріп тұрады. 96 ай болды. Қалай болды? 2 айдан артық біріншіден несиені жапқан жоқсыз, екіншіден реструктуризация сұраған жоқсыз. Егер мына ноябрьдің кезінде, декабрьдің кезінде сіз көріп отырсыз, субсидия шешімдері бар, ақша шешімдері бар. Сіз мына КТК-ға мысалы КТК егер бізден бізге келейін, арыз беруге болады. Мен қазір төлей алмайатырмын. Менің үстіме клиент жүргізсе, маған ақылы үшке берді. Біз сол кезде мен қысқа берсін, орта берсін, ақылы үшке береміз. Біз оған дайынбыз. Мәселе сонда. Егер де төлей алмай жатсаңыздар, енді жағдайды көріп бізге немесе қарызды төлей алмайатыр, маған ақылы үшке береді. Мен енді мынау жаңағы сіз айтқан осы қарда есеп материалсы осы бірге ел ақша алған жоқсыз, ештеңе төлейтін жағдай жоқ. Ал қарамағында жүргенде қалай сол Акустикасы жаман екен, акустикасы емес. Onda sizlerге қандай ұсыныс? Кім мен артық төлем қойдым, менен артық ақша ұстады, кім болсын? Несиелік серіктестік болсын, банк болсын, микроқаржылық ұйым болсын, тікелей аграрлық несие корпорация болсын, мына осындағы біздің өкіліміз Базарқұл сіздердің жаңағы тізімдеріңізді алып, мен өзім қадағалап отырмын, бәрін тексерсін. Бәрін тексеріп, егер біреу бойынша заңды болса, артық сомасы болса, қарай тексерейік. Және де сол жауабы ресми түрде біз әр жаңағы жауапқа берейік. Сіздер бойынша жағдай. Сіздер арызыңызды жазыңыз. Біз түсініңіздер, сіздерден ресми түрде арыз келмесе, біз ешкім істей алмаймыз. Сіз қайден егер бізге арыз түссе, біз мемлекеттік кәсіпорынбыз, біз бүкіл бізге түскен жаңағы өтінімдерді тіркейміз, және де бізге 15 күн беріледі. 15 күннің ішінде біз жауап беруіміз керек. Біз оған жауап бермесек, біздің үстімізге айыппұл салынады. Сондықтан да бүкіл бізге кіретін өтінімдерді бәрі ресми түрде қарай тексерейік, жауап бересіз. Біз дайынбыз. Қазір жиналыстан кейін әңгімелесейік.
Келесі сұрақ. Ассалаумағалейкум, жаңа облыс шаруалары, құрметті жаңа облыс орынбасары, Американ залының әмірі, ақытының жаңа облыс мекалдары, ақиқаттық шаруалары орынбасары болып келеді. Менің қояр сұрағым, үш сұрағым менің қатысып отыр. Бірінші сұрағым, алдағы осы 25 екіген деп жатқан қант қызылшасының бағасы, яғни 15 теңге қала ма, әлде 10 теңгеге түсе ма? Бірінші сұрақ. Екінші сұрақ, қызылшаның қант қызылшасы құқығы туралы. Яғни биылдыққа астыққа болады ма, болмайды ма? Айталаш түсінбедім. Қант қызылшасының тұқымы семена астыққа болады ма, болмайды ма? Және де егер болатын болса, қанша процентпен алдын ала договор жасайсыз? 30%, 50%. Және де қай фирмалардан бастап кетесіздер? Үшінші сұрағым, мен өзім осы жаңа сентябрь басталғаннан осы заводтың есік жабылғанға дейін ішінде жүрдім. Енді ана жерде бүткіл шаруаларда болды, осы жерде қылша жүргізді. Қоян деп жатқан сұрағым, бум буртоклающий машина жалпы ендігі жылда ой бар ма жаңа қойылуға, әлде ескі буммен жұмыс жүргізіледі ма? Модернизация болады ма, болмайды ма? Рахмет. Сұрақ түсінікті, рахмет. Есіме қалды. Енді қараңыздар, мен жаңа басында айттым ғой, 8-6 миллиард теңге убыток кірді завод. Ол завод сол убытокты жабу үшін 1 жыл керек. Сол 1 жылды бәріміз бірігіп шыдасақ, оның ішінде жаңағы қызылшаның бағасы, пока біз ойлап жүрміз, әріптестермен ақылдасып, 15 теңге емес, 10 теңге боламы деп ойлап жүрміз. Ол қазір Астанада біз жаңағы таблицалармен жүрміз. Өйткені сауда министрлігі МОЦ минимальный оптовый цены деген механизмді жасайды. Осы айдың аяғына шейін белгілі болады. Бірақ, скорее всего, ол біріншіден, екіншіден, АКК-дан ақша біз ала алсақ, ол баға көтерілсе, басқа мәселелер бәрі шешілсе, осы айдың аяғына шейін белгілі болады. Негізі біз ұстауға тырысамыз 15 теңгеде. Бірақ ол болмай қалса, қайтадан мен осы жаққа келемін, бәріміз жинаймын, мына жаққа экран қоямын да, нелердің бәрін көрсетемін. 10 теңге болса, не үшін, неліктен, қандай проблема, қалай біз ол 10 теңгеге келіп, 11 емес, 8 емес, 12 емес, 10 теңгеге, оны мен көрсетемін сізге, түсіндіріп айтамын. Оны шыдасаңыз, ол қазір сізге сол сұраққа жауап керек болса, менің жауабым 10 теңге. Бірақ шыдаймыз, күтеміз, осы айдың аяғына шейін, сосын қайтқан кездесейін, онда мен сіздерге қайтып келемін. Сосын тұқым туралы әзірше бізде заводта ақша жоқ. Сәкен айтып жатыр, бір компания бар, ақшасыз аванспен тұқым бере аламыз деп. Ол тұқымды жаңағы 30% бола ма, 20% бола ма, ол бізге ақшаға байланысты. Сәке, бірден қандай компания екенін айтып кетсеңіз, шаруаларды. Басқаға беретін мысалы ше, енді ол альтернатива. План Б. Бізде ақша болмай қалса, онда мынаған көшеміз, ол план Б. Жаңағы үшінші сұрақ, бум, ол модернизацияға кіретін нәрсе. Біз жаңағы, сіз бізге 10 теңгеге келсеңіз, үкімет бізге жаңағы МОЦты берсе, онда біз АКК-дан ақша ала аламыз да, сонда заводтың жағдайы түзеліп, сосын біз модернизацияға кіре аламыз. Онда бізге үкімет жаңағы ақша бере алады. Ол модернизация жасалса, примерно 3,5 мың күніне қызылша өндіруге болады. Сол бум, сол модернизацияның ішінде болады. Дәурен Иманжанович, тоқетер былай ғой, егер биыл модернизация басталатын болса, 10 теңге нақты болады. Солай, әріптестер, екі ойлау, ертең 15 теңге болып қалады деген үміттенудің қажеті жоқ. Егер де нақты жауабы тоқетер, егер де биыл завод модернизацияға кіретін болса, онда 10 теңге болады. Бірақ ол 1 жыл ғана, 1 жыл. Келесі жылдан бастап қайтадан 15 теңге болады.
Жоқ, болмайды. Ассалаумалейкум. Я Хасан Баев Ахмадов, я Ургана. Да. Можно я по-русски скажу? Я сегодня был, я вообще проживаю в Еркенском районе, граница Республики Казахстан. Я сегодня не поделился, сюда поехал. Вот у меня договор. Каякинского сахарного завода. Мы же раньше жили в одном пространстве, да? Я вот человек Советского Союза скажу, что там у меня друзей много, они не вытащили договор. Вот я скажу, как там работают. Ну, во-первых, я скажу большое спасибо сахарному заводу, потому что этот год был форс-мажорный. Потому что действительно в этом году 3-4 раза это был высокий урожай. Да? Но 21, 22, 23 годы, я так скажу, было на уровне где-то 200 тысяч тонн. Да? Я этот вопрос поднимал еще в 2021 году на совете о модернизации сахарного завода. Я хочу выразить большое спасибо, во-первых, директору завода, потому что его активу во главе товарища нашего сахара, который активно работали, да, можно сказать, на 50% ситуация зашла на завод. Вот, что касается договора, вот по договору Республики Казахстан Каякинского завода стеклоздатчик при сдаче 30% получает налички. Я потом еще вам договор дам. Если будет желание, вы можете приехать, вы можете на завод поехать, я познакомлюсь с директором, если надо будет. Вот значит, я, допустим, беру сама сахарный стекло. Допустим, вес у меня 30 тонн выходит, да, после замеса. Значит, вот 9 тонн мне по 5,50. Сумма, это на нынешний курс, делает 32,50 тенге. Вот завод оплачивает. Теперь я с этой накладной иду в кассу, мне дают за эти 9 тонн, значит, я его рассчитываю. Представьте, 30% для дальнейшей работы как помощь. Это раз. Вот я почему это говорю. Я специально встретился со старшим своим товарищем, который средствораздатчик в Кыргызстане. Вот он начал 13 сентября. Это небольшой разговор, он уже в районе. Вот 13 сентября, вот, по факту, каждый рейс он получал по 30% наличных по факту привезенного. Потом он 16 октября сделал акцепт. После акцепта 17 он получил, получается, за 30% 300, ну, а тонна. 300 килограмм он получил наличкой, 700 килограмм он получил по 76 килограмм сахара, ну, за тонну. За счет этого получается, значит, 53 килограмма сахара. На следующий день он получил сахара и выехал за ворота и сразу же продал. Знаете? Теперь, я посчитал для себя, получается в среднем 27 тенге за килограмм, это 3 субсидии. Допустим, вот размер государства, что он получает субсидии 25 тенге. Теперь тут математика первый класс. 27 тенге, завод 15 тенге, разница 12 тенге. Государство нам дает субсидии 25 тенге. Значит, 12 тенге и субсидии государство нам доплачивает, чтобы закрыть разницу между заводами. Вот теперь, почему Каякинский сахар завод или Еркенский сахар, что такая разница? Там 27 тенге платят, здесь 15. А теперь вы еще хотите на 10 тенге опустить. Знаете, я поэтому, я буду над этим вопросом работать. Потому что я являюсь членом регионального совета по развитию экономики при Патриархате областного совета. Я буду этим заниматься, потому что я сам предприниматель. И я вот занимаюсь, я вот, знаете, 2 года не занимался, в этом году занялся и получилось производство. Я понимаю, это очень тяжело. Вы нам на следующий год, я думаю, вот как наш коллега сказал, модернизировать не только БУ, и сам технологический процесс. Я сам инженер-технолог по технологии кожи ну, всегда. Надо, есть новые нанотехнологии, пожалуйста, давайте поедем, смотрим соседним государством, Каире, Спашойский завод. Почему? Они по 27 тенге ходят и вовремя, знаете, и люди успевают. Вот я скажу, что они уже полностью подготовили почву к посеву на 25 год. А так, если будет желание есть, вот у нас наш завод, Хайрат Муртовой, архитектор Параша помогает, мы можем все вместе поехать на своей, пожалуйста. Это можно сравнивать, может, это и смотрите,
Все, 100%, все, что вы сказали, все согласен. Вообще ни одного вопроса. Теперь всегда же там дьявол в деталях находится. Мы с этими заводами, с кыргызскими, очень хорошо знакомы. 5 лет мы тесно общаемся, на всех заводах были, хозяин знаем, кто покупал, кто продавал, всю эту историю знаем. Эти заводы были модернизированы в течение последних 10 лет, они прошли модернизацию уже. Наш Меркельский сахарный завод, если хотите, могу экскурсию вам организовать. До сих пор есть установки старые, если вы инженер, вы поймете, где управление осуществляется механизированно, не автоматизированно. Механизированно это означает на глаз. На глаз это означает, стоит человек и смотрит, включил, выключил. Какое содержание, сколько надо воды, какая температура, сколько газа. Это все. Почему? Потому что завод старый, всю жизнь в убытках, деньги в него толком не вкладывали. Модернизирован, наверное, процентов на 25, максимум 30 сейчас. Основные установки, диффузионные установки, где получается свекловичный сок, и дальше выпаривание, фильтра, частично. Вот это все старое. Это старые технологии. Потихоньку мы там возьмем деньги чуть-чуть, кто-то чуть-чуть возьмет деньги, модернизирует. Две составляющие. Первое, когда завод модернизированный, у него нормальная мощность, чем больше мощность, тем ниже удельная себестоимость на тонну свеклы и килограмм сахара. Чем больше мощность. Без модернизации мощность поднять невозможно. Кыргызские заводы в свое время все модернизировали последние 10 лет. Мы оттуда тоже приглашали специалистов, инженеров, они приезжали, смотрели наш завод, мы ездили, смотрели их завод, мы с ними нормально сотрудничаем. Мы хотим модернизироваться до уровня их заводов хотя бы сейчас. Это первое. Второе. Почему завод в состоянии расплачиваться с фирмами сразу на месяц? Потому что у него стабильное финансовое положение. Почему у него стабильное финансовое положение? Я вам сейчас дам один ответ, подожди, я вам отвечу, он вам не понравится, но я вам скажу, 5 лет, нам нужно 5 лет, мы сейчас боимся, ой, там, демпинг с Россией, невозможно границу закрыть, ой, там перетоки, ой, тут перетоки. Почему? Потому что мы не конкурентоспособны, у нас очень высокая себестоимость. Две причины. Первое, это я сказал, старый завод, у него у нас себестоимость, допустим, 320 тенге на килограмм сахара. У модернизированных заводов кыргызских, у которых мощность в 2 раза больше, у них себестоимость, например, 280 на килограмм. Большая разница. Это первое. Мы хотим, мы туда идем. Второе. У фермеров кыргызских тоже 0 субсидий. Ни копейки субсидий не получаешь. Платят им до 35-38 тенге на наши деньги. Если считать, фермер получает за свеклу. Не как у нас. У него таких уж шикарных условий нет. Но у фермера уже сколько лет стабильная урожайность, средняя 60 тонн с гектара. Стабильный. А рыночный полив. Мы каждый год ездим на день поля. Мы знаем, там от больших фермеров, мы их оттуда приглашаем. Туда ездить. Средняя урожайность 60 тонн с гектара. Вот когда у нас будет 60 тонн с гектара средняя урожайность и модернизированный завод, будет ровно как в Киргизии. Это не чуда нету никакого. В Беларуси мы все посмотрели, точно так работает. Российские все старые заводы точно так работают. Нам нужно 5 лет, то, что мы просим у правительства. Вот сейчас мы вышли на хорошее взаимопонимание, нас услышали, вы нам помогаете, чтобы нас там услышали. Все, теперь мы хотим вообще в целом отрасль реформу сделать. Чтобы была справедливая цена на свеклу, чтобы была справедливая цена на транспортировку, должна быть справедливая цена на сахар. Вот мы через 5 лет, вы и я вместе с вами как фермер, выйду на 60 тонн в среднем с гектара, дождь, засуха, есть, воду дали, не дали, вот 60 тонн. Хочешь, не хочешь, должна. И завод модернизирует. Вот тогда, через 5 лет, мы будем платить за свеклу 35 тенге. Там сколько внутри будет субсидий, не знаю. Но при том, что если у вас, если вы знаете экономику, понимаете, 35 тенге, например, будем платить, 60 тонн у вас будет урожайность, у вас маржинальность, доход будет выше, чем вы сейчас получаете субсидии. Субсидии зло. Это проблема. Надо от этого потихоньку уходить.
Тогда мы не будем ни государство обращаться, никуда там никто и не помогать, и мешать не будет. Вот это в Киргизии нормальная модель. Как точно я сказал, как в России, как в Беларуси, один в один. Но нам нужна стабильная урожайность на СКУ, стабильная себестоимость, нормальная цена, модернизированный завод, все. Нет, я вас понял. Вот знаете, когда я говорил, я вам сказал, что надо модернизировать не только культуры и экономический процесс. Да, я согласен, я вот чему вел, что два государства должно помочь. А вот сейчас вы в течение 5 лет, чтобы не потеряли строительную базу, вот крестьяне, да, это ладно, завод один. А вот если 1000 крестьян потеряли, вот это будет проблема. Я поэтому говорю, это, знаете, вопрос логики, подождите. Вот сейчас не будем где-то, как это, что полемики, мы еще отдельно поговорим, да, где-то к консенсусу придем. Но главное не потерять вот народ, понимаете? Завод, вот я говорю, можно завод поднять. Если государство выделит, технологический наладить, да, в течение года можно сделать. Я согласен. Люди за 1 год в Европе Государство помогает, государство поддерживает. в Европе заводы за полгода стоят, надо доходить до такого уровня, да. Главное, нам крестьяне потерять. Согласны с этим? Потом, бірінші сөйлеңіз, сіз ба, мен сізге айтармын, и вообще халыққа айтатын өтініш. Анау кінәлі, мынау кінәлі, үкімет әкімшілік деп айтпаңыз, тәуба деңіз. Ақырында өсе береміз. Тұрақты жұмыс істесек, бір-бірімізді түсінсек, бәрі дұрыс болады. Одан проблемалар болады, одан қорықпау керек. Бір-бірімізге көмектесеміз, по-любому шығамыз осы проблема. Бірақ осы 1 жыл шыдасақ, модернизация бәрі бітсе, мына кісілер бізге көмек көрсетсе, келесі жылдан бастап уже ақшасын, бағасын, анау-мынау ондай сұрақ болмайды, сосын мына кісі айтқандай, сразу қызылша алып келгенде ақшасын хотя бы 30% аласыз. Сондайға жетуіміз керек. Жарай ма? Рахмет. Мен айтқан сөзім сіздің сөзіңізге қарай. Сіз айттыңыз, патриоттықтар жақындаған кезде көмектесіп деп. Жоқ, мен оны үкімет кінәлі, анау кінәлі, ондай айтуға болмайды. Тауға жұмыс істей берейік, қиыншылық болады, бірақ жұмыс істей берейік, ақырындап жетеміз. Ассалаумағалейкум, құрметті шаруалар. Жиналысқа қатысушылар, екі сұрағым бар. Біріншісі әкімшілікке байланысты, біздегі арасы қан салуы келесі жылы қосыла ма, қосылмай ма? Бұл бірінші сұрақ. Екіншісі, мынау қаржы үйлерге байланысты, біз енді екінші деңгейде банктерден кредит аламыз, оларды жабылмады, уақытта өздерінің төлеуі, ақшаны кешіп алғанын қарасы жеткен ғой, жолымыз сіздерді ол жағын көмектесе аласыздар ма, көмек жоқ әйелі. Сол үшінші сұрақ, инвест субсидия туралы, техника алғанбыз, сол техникаларымызға жаңағы инвестициялары ақшалары түседі, олар болады, қай уақытта болады болсын. Рахмет. Қайырлы кеш, құрметті жиын қатысушылар. Мынау үкімет енді дұрыс айтып жатсыз, проблемалар көп, проблемалар болды, проблема бар, проблема болады. Бірақ оны сіздермен бірге проблеманы шешуге біз міндетті түрде тырысамыз. Ешкім ешқайда жауапкершіліктен кетіп жатқан жоқ. Бар бағдарламалар бойынша субсидиялар бүгінгі күні бекітілген. Сол субсидия үкімет өз тарапынан өзінің жауапкершілігіне қарай, бүкіл бюджеттің мүмкіндігіне қарай сіздер субсидияны бәрін жабады. Бүгінгі күні әсіресе қант саласын дамыту бойынша арнайы кешенді жоспар қабылданған болатын. Сол жоспарда көрсетілген, мынау бүгінгі күні 25 теңге субсидия төленетін бар. Ол субсидия төленеді, бүгінгі күні бекітілген. Қазіргі мынау жергілікті бюджеттің шамасына қарай, одан да бөлек 25 жылдың бюджетіне бұл қарастырылмаған. Өйткені шынындап айтқанда енді 24 жыл өте жақсы жыл болды, өнім жақсы алды, ауыл шаруашылықтың өсімі өте жақсы. Оны сіздің арқаларыңызда, мынау қашқалы еңбегіңіздің арқасында осындай үлкен жетістікке жетіп отырмыз. Міндетті түрде бұл жақсы сигнал инвесторларға да, бізге де, үкіметке де, мына заводтың иелеріне де модернизация жасау керек. Модернизация жасау керек, заводтардың қуаттылығын ұлғайту керек. Сондықтан осы бағытта біз қазір жұмыс жасаудамыз. Субсидия бойынша, инвест субсидия мына бүгінгі күні 50%-ға дейін көтердік.
қант қызылшасын өңдейтін және комбайн, бүкіл мынау батареясы нелердің барлығы қатысты 50%-ға дейін бізде бекітілген. Егер алатын болсаңыздар, субсидия кешігіп алсаңыздар да бірақ аласыздар, міндетті түрде. Қазіргі мынау қарызы бойынша келіскенде мен мысалы осы жерге шығар алдында қаржы министрлігімен 2 министр сөйлесті. Бұл бюджетте қарастырылмағандықтан оны үкімет резервінен қаулы арқылы осы ақпан айында қарастырып, ақшаны осы жергілікті бюджетке жеткізуге тырысамыз, міндетті түрде. Яғни үкімет өзіне алған міндеттемені орындайды. Бірақ мәселе уақытта. Оны енді сіздерге айттым, ақпан айының аяғына дейін толық мынау субсидия бойынша мынау әсіресе қант қызылшасын жабуға тырысамыз. Тараз қант зауытына келетін болсақ, ол кісілер қант зауытын сатып алды. Өздеріңіз білесіздер, Доминант деген ресейлік компания. Ол компаниямен қазір біз тікелей келісім сөздер жүргізудеміз. Өйткені зауытты сатып алғанда мынау антимонополия агенттігінен олар міндеттеме алған өздеріне модернизация жасау бойынша. Сондықтан біз оларға өткен жылдың айында уақыт бердік. 7 күні Тараз зауытының өкілі Москвадан келді, маған жолықты. Тағы да уақыт сұрады, бізге нақты өзінің инвестициялық бағдарламаның келу бойынша. Сол кезде келгенде бізге айтты, біз ең бастысы нелерді диффузияларға заказ бердік, ең бастысы сол элементті модернизация бойынша диффузияларды сатып алдық, соны жасаймыз. Енді осы аптаның аяғына дейін басқа құрылтайшысы келіп, біздің министрмен тікелей кездесіп, өйткені біздің оларға қойған талабымыз бізге нақты срок беріңіздер. Бізге түсіну керек. Биылғы жылғы модернизация жасап үлгересіздер ме, үлгермейсіздер ме? Биылғы жылы Тараз зауыты қызылшаны қанша көлемде қабылдауға дайын, әлде дайын емес пе? Егер де ол акционерлердің тарапынан ешқандай модернизация бойынша әлде уақыт созылатын болса, онда ол кісілермен енді басқаша келісім сөзі жүргізетін болады. Бізге Тараз зауыты мынау дайын, оны іске қосуға тырысамыз. Өйткені өздеріңіз көріп отырсыздар, өкіметті бәрі бұл айдай анық түсінгеніміз зауыт керек. Барыс деп тұрған зауыттарда модернизация жасау керек, одан қосымша басқа тағы завод керек. Одан да бөлек қазір басқа шетелдік инвесторлармен келісім сөздер жүргізудеміз. Енді міндетті түрде бүгінгі күні 1 миллион тонна қызылша өңдейтін бізге сондай қуаттылығы бар завод керек. Сондықтан бұл жұмысты жасаудамыз. Басқа қандай тағы да сұрақтарыңыз бар? Черный список бойынша, черный список бойынша бізде қазір АКК-ның басшылары келіп отыр. Жиналыстан кейін АКК-ның басшысының төрағасының орынбасары. Жиналыстың аяғында кеш қалды. Қазір парламентте жиналысқа айтып отырмын. 91 жылдан бері еуразия болды. Мына шаршап жатыр, елдің 20 мың қолданып қалды. Назарбаев басшысына рахмет. Жақсы жамандығымен бұл отырғанымызды керемет жұмыс бұл өзіміздің жоқ қойдық. Осы елге шында рахмет сіздерге. Мынандай қоғамды завод берді. 500 мың тоннаға деген қалдырды. Оның елі үлкен жұмыс. Рахмет арналайын. Рахметімді айту керек. Денсаулық тілеймін, қуат тілеймін. Амандықты ешештікте болуға келесі жылы. Өзінің далы жоқ болсын. Енді көп болсын деп оның аяқтағында отырып, көптеген жиналыстарды қаратөзін айтып, мазалап қойып, одан майдан шешендіктері бар, осы қосып жібереміз. Енді бұны қосуға болмай ма, бұл бола береді. Қосып жіберген заводпен алып күштірсін. Адамның түсетін жүрімізді, жағынан тұрсақ, заводтың басшысы, бізді ресейден алатын сыйақы болып, қымбатқа түседі. Неге бұл өзімізді мінемізді қайталанбасқа? Біз жағалауымызды, қалдырғанымызды келеміз. Бізді қаза жеріне келеміз. Рахмет. Заводқа байланыстығы рас
ең бірінші осында келген кезде орыстар енді доминант круг қой сатып алған. 2003-тен бері қант қызылшасын өңдемеген завод. Тек қана анау қант құрағы дейді, соны өңдеп келе жатты. Былтырғы жылдың көктемінде ең алғашқы шақырған кезде доминант кругтың өкілдерін Марат деген азамат келді. Егер де шаруалар 8-9 мың гектар жеткізгеніне көзіміз жетсе, он айда бітіреміз деген. Көзі жетті, одан кейін әңгімені басқаша алып қашты. 4 рет шақырдық. Міне ауыл шаруашылығы вице-министрі отыр, премьерге де шақырдық. Соңғы рет осы айдың 6 күні келді өкілдері. Қараша айында, былтырғы жылдың қараша айында проект беру керек еді. Оны бермеді. Желтоқсан айында деді, бермеді. 6 қаңтар күні бірақ келді. Ол кезде де проект жоқ. Енді ақпан айының осы айдың 7-сіне ме Ербол Қуанышұлы? Осы аптаның аяғында. Осы аптаның аяғында келе жатыр. Нақты проектімізбен келе жатырмыз дейді. Егер де ондай проекті болмаса, онда біз мынау кеден қызметі бар, бәсекелес қорғау агенттігі бар, мынау экономикалық тергеп тексеру агенттігі бар, солармен бірге басқаша қимылдайтын боламыз. Мен бір сұрақ қояйын, мынау менің магистрге ақша салынған жоқ дейді, өкілдер біздің ешкіміз бойынша қалқа орған 2 заводын администрацияда өткізбейді. Бірақ оның да суммасы фактически бірде сонда Қазақстанда не үшін? Екі мемлекет емес Қазақстанда сумма бірде қалқа орған 2 заводын администрациядан өткізбейді, организация жасалды. Ол да 15 күндік отырып Қазақстанға ақша төлейді. Не разница сонда? Бір Қазақстанда өткізбейді. Былай дейді, Көксу мен Ақсу модернизациядан өтті дейді. Екеуі де. Неге меркі қант зауыты модернизациядан өткен жоқ? Солай ғой сұрақ? Шумасын айтады, енді бағасына төлемізде, бізді жаңа модернизация жасалған жоқ. Кешірім сұрайын, микрофонды алып былай айтыңызшы. Модернизацияның өзі де өткен жақын арада, қандай Модернизациядан. Ақсу былтыр өтті. Енді олар 15 күндік жақын Неғып немене? Саке, перевод. Почему? Сұрақ. Два завода, Жигульский завода модернизация прошли, но цена не поднялась. 15 дней, приемки 15 дней. Енді мен сізге осы сұраққа жауап берейін. Енді қараңыз, талдықорған жеті облыста 2 завод бар. 2 заводтың өндірген переработка мощності жасалған қанаушы біздің мерке заводтан алып отыр. Қазіргі жағдайда Ақсу заводы 4 мың тонна қабылдады, бірақ өндіргені 80 мың тонна. Білесіз, мерке уже 3 мың тонна қабылдады. Көксу заводы қабылдағаны 280 мың тонна қабылдады, өндіргені 150 мың тонна. Екеуі қосқанда мерке заводынан кем болып отыр. Сол үшін де рахмет айтуымыз керек. Сіз сұрағыңыз баға туралы ғой? Неге 10 теңгеге түсіріп жатсыздар дейді модернизация. Неге жоқ. Ана түсірмеді ғой дейді. Көксу заводы модернизациядан өтпеген. Ол ескі завод, тура меркі заводымен бірдей. 2 завод. Оның бағасында, оның да бағасы бізге өзіміздің бағамызға сияқты примерно сондай себестоимость шығымы, заводтың шығымы. Ал Ақсу заводы модернизациядан өткен, қараңыз, модернизациядан өткен примерно 15 миллиард теңге. Оған жіберілген 3 жыл модернизация жасаған, бірақ мына Саке айтып отыр ғой, 450 мың тонна қызылша қабылдады, өндіргені 100 мың тонна примерно. Өйткені модернизация жасағанда бір қателіктер жасаған. Қателік сол завод постоянно тоқтап қалады, апа сайын тоқтап қалады. Шүкір, тәуба, биыл біздің завод 1 рет тоқтамады. Өткен жылы қыста 6 рет тоқтады біздің завод. Ескі болғаннан кейін. Ана қатты аяз ұрғанда су көп процестің ішінде. Қатып қалады, и ана ненің бәрі сынып қалады. Биыл 1 рет тоқтаған жоқ меркенің заводы. Содан жаңағы 2 заводқа салыстырғанда мощность примерно соған шығады. Ал бағасы, енді қараңыз, қалай бағасы жаңағы Ақсудың, Көксу, мысалға біз
Көксу заводы сияқты 250 мың тонна қабылдасақ, өзімізге сай, ешқандай ешкім зорламай, проблема шығармай, асықпай солай жұмыс істесек, жаңағы ол біз 2021 жылы ол заводтар қатты қосылмаған жаңа СРЕС программасы. Істеген жұмыс, бірақ біз ең көп убыток біз алдық. Меркенің заводы. Түсініңіз ба? Сол үшін жаңағы Ақсудың заводы жұмыс әлі істей алмай тұр, оның себестоимості ешкім білмейді. Олар бағаны түсіреді, алдымыздағы жылда олар бағаны түсіреді, өйткені биыл қазір қаншама қызылша шығып қалады, өкінішке орай. Просто біз олардан кішкене алдарына келе жатырмыз да, ол проблемаларды уже көріп жатырмыз. Оларға сол проблема жетеді қазір. Дәурен Иманжанов. Егер де 250 мың тоннамен қала берейік, ары қарай қызылшаны дамытпайық десек, 15 теңге болып тұрсын, егер де көтерейік десек, онда 10 теңгеге бір жылға түсірейік деген әңгіме ғой. Мына 10 теңге, келесі 10 теңге төлейміз деп жатқанда, біз 25 жыл ғана. Сол жерде сізге Байкал аудандарына перевозқа төледі ма? Ол итака соляркада қымбат, биыл өзі 12 сұрақ түсіндім, мен қарастырамыз. Төлеуге тырысамыз. Осы мына биылғы проблемадан шығайықшы, басымызды көтеріп. Мен қазір уже анада мына кісілер заводқа келгенде мен өзім айттым, мына биылғы транспортировкасын төлейміз деп. Потому что проблема бұл кісілердің бәрі сізде де проблема. Енді осы проблемадан шықсақ, мартта ма, апрель ма, сол жаңа сәуір май айында ма кездесеңіз, мен сонда сізге айтамын. Төледі ме, төленбейді. Бірақ мен қазір айта алатын тырысамын, мен тырысамын. Алыс тұрған ауылдарға алып келу үшін оны мен қарастырамын өзім. Рахмет. Болмаса жаңағы профайлы Тараздан приемды қабылдаса сол дұрыс болар еді. Тараздан қабылдап сосын меркеге алып келу ма? Ол қымбат болады ғой темір жолмен. Погрузка, разгрузка, қарастырамыз оны, асықпай қарастырамыз, мен түсіндім. Бір кішкентай мәселе, қарапайым тілде мына түсіндіріңіздерші, ақыл ойлау деңгейін білмек шығар. Бірақ қарапайым шаруа ретінде мен түсінбей жатқан мәселе. Біз қызылша өсіргеніміз үшін өміріміз үшін, ауыл үшін. Мемлекет 25 субсидия беріп жатыр ғой. Енді сол мемлекет, сол үкімет сіздерге заводқа, өңдеуші, кәсіпорынға модернизация жасаған үшін қаражат береді ма? Енді қаражат берсе, сол мемлекет модернизация жасаңыз деп сіздерге қаражат берсе, сіздер за счет своих собственных средств модернизация жасасаңыздар, қуаттық болады. Енді 5 теңгенің модернизациясы 3 теңге болды, 15 теңгенің қызылшасы 10 теңге болды. Неге қарапайым шаруа зардап шегу керек? Шикізат дайындайтын өндіруші сіздер қанша өндірмесе, қанша береді. Біз қызылша өндірмесе сіздерге. Рахмет, түсіндім. Сұрағыңызды түсіндім, айтайын. Ол мемлекеттің берілетін ақша, ол субсидия емес, ол қарыз. Кредит. Проценті бар кредит, ол кредитті қайтару керек. Түсіндіңіз ба? Ол жай субсидия, бос ақша емес. Дәлел, мына жерде автомобиль жасалып, егер көлдегенде күнде күнде жиі шешімін айтатын не басшы, не әкім жоқ дегенше. Бұл жиінің болатқаны оңай болып жүр. Бұл жерде асылдан келіп тұрған проблема бізде. Биылғы 2024 келесі жылда бұл айтады қандай болады. Былтырғы логистиканың и 15 деген әңгімесі келіп отырды. Болды. Если бір айдың көлемінде 3 теңге төлеп десеңіз, бұл кісілердің бәрін ұстату ету үшін мен өз ойымды сіз крайне біреуді маған айтқанда, если айта алсаңыз, мен дұрыс сізге өтіш үшін жігіттер 3 теңгеге ертеңнен бастап мен бір айдың көлемінде төлей аламын, долларға келіп мобильді десеңіз, елге қуантылады. Уверенный болды. И 15 теңгеде мен олай айтқым келеді, бірақ айтай алмаймын. Өйткені ақша менің емес, ақша жоқ қазір завод. Ақша болған кезде мен бәрін айтамын да төлеймін деп.
Қазір сізге мен біліп отырмын, сіз менің тілімді байлап, давай бір айдың ішінде төле. Жоқ, қазір менен сұрақ болса, мен сізге айтайын, мен сіздің алдыңызда ешқандай қарызым жоқ. Солай ма? Жаңағы 15 теңгеден басқа договор қойылған. Сол ақшаны төлейін да, логистика төлемейін, 20 мың тонна алмайын, оны жаңағы бәрі істемейін. Мен олай істейсіз, мен айттым уже, 5 рет айттым. 5 рет айттым мен сізге, 5 рет айттым. Тағы енді бір рет сұрақ, ондай сол сұрақты қойып болсаңыз, мен кездеспеймін. Опять слушай, осы жиынымызды қорытындылай отырып, қазір сәке, мен сұрақ қоятын бізде, айтыңыз. Сұрақ қоятын, бір сұрақ мына мен Байзағайымның Нұртайдың кестесі саясы. Біз сентябрьде өзіміз қосыламыз, жаңағы журналисттерге қаламыз. Енді мәселе 15 теңге болып тұр, жасаған түк жоқ, февральдың әрбір дегенше аяқ болып, аржада март өздеріңіз білесіздер. Егінен чекпесекте, ең болмаса ақпа бірден егінімізден келді. Әлі айта қоймайды, мен сізге. Сол 15 теңгесін үш күнде шешетін болды. Ол анау керек, мынау керек дегенді жүрмейміз. Үйерінде қарыздарымыз сөзін ашып, түсініп отырмыз жағдайларымыз бәрі. Өкпемізде жағдайымыз бәрі. Бірақ бізге өзіміздің 15 теңгемізді береді. Ол ең сұрақ қой, қазір біздің алдымызда тұрған, зауыт алдында тұрған ең маңызды сұрақ 15 теңге. Соны төлеуге тырысамыз қазір. АКК-дан ақша келеді, бұйырса осы аптаның ішінде жаңағы механизм қол қоямыз. Сосын жаңағы зауыттағы тұрған қартты залогқа береміз. Сол залогтың бойында 3 миллиард теңге бұйырса ақша келсе, сол ақшадан төлейміз, бәрін төлейміз. Сразу. Қазірде оны, мен тырысам деп айтып отырмын, мен ол ақшаны қайдан аламын? Заводқа бір ақша келді ма? Кеше келді Тәжікстаннан. Сол ақшаны сразу күткізбей 25 КХ-ға төленді бүгін. 190 миллион теңге күн төленді. Әр келген теңге ақша сразу төленіп жатыр. Оны тырысамыз. Уәде берем, одан қорықпаңыз. Просто мен қазір, к сожалению, мен оны нақты айта алмаймын сізге. 2 аптаның ішінде төлейді. Мысалыға, мына кісілер маған айтса, шотыңа ертең ақша келеді. Ертең ақша келеді, келсе, ертеңгісін. Обедтен кейін сразу төлей салады. Иә, оны түсініп отыр. Мен бағана айттым ғой, мен өзім ақша алған жоқпын әлі, тапсырған тұрса. Қорытында шешеді. Мынадай болып тұрда шешеді. Қазір осы жиынымыздың нәтижесін айтайын. 25 теңге осы ақпан айының аяғына шейін сөздерді болып 25 теңге. Қорытындайды шешеді. Бізге қазір 25-15 теңге болып 15 теңгені заводке айтып отыр ғой. Айтып отыр, осы ақпан айында ел шаруашылыққа 15-25 теңге алмағандар бір шешеді. Өкілдерге қазір сөзін отыр, бәрі түрлерді кезек деп айтады. Кезегімен береді ол. Кезегімен береді. Жеке енді ойларым шешім алмағанда жағын талап тұрмаса сізге беріп тұрмайды, сізге келмейміз. Қайтасыздар, қайтасыздар. Сол сізден аласыздар енді. Соны енді сіздерді айтып отыр, бірінші белек деп ойлап қой. Содан ғой біз айтып атқан 50 компанияны осы айдың аяғына шейін кім субсидия алған жоқ, соларға 100% төленеді, ол проблема жоқ ол жақта. Оның үстіне одан көп ақша түссе, сол ақша сразу төленеді. Басқаларға төленеді, проблема жоқ. Ең маңызды 20 мың тонна қабылдайды. Шыны керек, мына жерде дәкөл, қайтасыз. Дәкөл кетіп қалмашы жаймай, мұхаммед жақош, ерді айтады. Сонда бір қадам өткізбеген. Мысалға, 20 мың тонна жақып, оны қабылдайды. Ең маңызды болып тұр жекті. 15 теңгеге жетіп, дұрысқа жекті. Сол үшін біз мемлекет талаптар жүрген ақысыз айтады. Біздер сіз ойламаңыздар, сіз осы жерге жаңа бір сағаттың оның бәрі шешіп отырамыз. Сіз айтқан шешімдер біздер басқа да көмек айтамыз. Дұрыс па? Сол мәселенің бәрі шешіп отырамыз. Біздер ойламаңыздар, тек қана біздер
басқаларға қарағанда 15 теңге темаланып тұр. Үшіншінің доғырын айтып кеттім, доғыр жасалмай кеткен. Бірақ мен сөз беремін. Бұл кісінің сөзі елдің арасында. Сәке, мен былай, 3 теңгенің мәселесін қайталап айтамын. Бағана бір сөз сұрады, мен айттым уже. Давайте, мына кісілердің уақыт аз, мен сізбен күн бойы отыра беремін ба, асықса. 15 теңгені шешіп алайық, сосын 3 теңгені шешеміз. Бірақ шешілетін нәрсе ол. Значит, маңызды мәселе 20 минутта шешіледі. Дұрыс қой, сол шешілді. Партияның ортасында халықпен келіп жатыр. Олар не керек? Жоқ, тыңдаңыз, 15 теңге беремін деп отыр. Дұрыс қой. Енді бір минут шешеді, бір минут. Тыңдаңыздаршы, бәрін тыңдаңыздар. Қорытынды айтып енді. Болды ғой. Енді қараңыздар. Мына жердегі басқа зауытта тыңдаңыздар шешеді. Кім қалады? Biz bir mesele şişirdik, özümüzün problemi şişirdik. 15 tenge, 25 tenge, 3 tenge, sama bilan 20 milyon savdo. Şişirdik mi şişirdik? Oldu mu yani? Başka sorunlar var mı? Var mı? Olsa, Sake, olsa ayağında, olsa kayıt etmedi özüm, hapsiyede özüm. Özüm kayıt edelim, kimge tölendi, kollarga tölenip, төленбесе басқаларға мен нақты несін айтамын. Осындай кезде аяқтан деп айтты.